Жалпы негізі ең алғаш Қытайға барғанда мен ол жаққа енді бәріне айтқам, өзім сол Қытайда резонанс тудырғанда видео бизнес жасауға барған едім. Содан кейін сол жақта өзім форматымды түсіріп көрдім, және де ол елдің менталитеті негізі басқаша да болды да. Ол жақта бір өзім айтқандай қандай да бір елді қаралау ондай ниетпен түсірген жоқпын. Мен негізі ол жақта бірінші алғашқы видеоларым, метрода сан түсірген видеолар болды. Ол негізі Қазақстанда түсіріліп жүрген контентті метрода қайталамын. Мгм. Және де ал анау подставить етілген видео негізі оны өздері, мен ойлаймын, қазақ елі солай сотталды деп, шынында іс қозғалды деп көтеріп жіберді да. Мгм. Негізі Қытай тарапынан маған ешқандай да заң қолданылып немесе депорт, шағым, штраф болған жоқ. Ескерту салынды. Мен дәл солай, мысалы, форматымды көрсеңіз әртүрлі. Менің форматымды түсінген адамдарға метро ғана емес, бір ойлайды бәрі жігіттер мысалы ұстап көтерген. Негізі өзіңіз көргендей әртүрлі, енді пранк болғаннан кейін ол жол өте қиын. Мгм. Так, әртүрлі сол жақта Қытайдың жігіттеріне гүл беріп, қыздарына беріп, записка беріп Мгм. түсірген видеолар да бар. Бірақ олар таратылмады. Бірақ Қытайдың тарапынан 7 видеода өшірді. 7 видеода өте үлкен просмотрлар жинаған, миллиондаған. Және де Мгм. мысалы ол видеоларда мен байқаған, ол елдің енді менталитеті барлығы басқаша болды. Мгм. Видео түсіргеннен кейін адамдарға ескертілген еді. Содан кейін жаңағы бір записка берсе де ол жақтың адамдары андай ешкімнен артық ештеңке алып сондай нетпейді екен да. Вообще Мгм. басқа, өзгеше енді. Сондай ниетпен түсірген еді. Сол сұрақ негізі бәрі осы Ташкенттегі оқиға келетін болсақ, Ташкентте түсіргеннен кейін айтты ғой, бұл не қыз неге қоймайды, сотталып, алдыңғы жолы көзінен ағып, Мгм. кешірім сұрап отырған еді ғой деген сияқты. Енді ол біздің видео болғаннан кейін тек менің келісіміммен ғана емес, мен ол видео басында салынған кезде барлық Қазақстанның комментариялар пікірінде біздің қазақ елі бай қазан қатал деген сияқты ескертулер жасады. Мен оны Мгм. көрдім да, өте көп, 80% адам жазып жатқан кезде мен өзім командама ескерткен едім. Бұл видео что-то резонанс тудырды, өшіріп Мгм. салайық деген сияқты. Енді команда мен команданың еңбегі идеясы болғаннан кейін мен ол нәрсені істей алмадым. Мгм. Бірақ бір түсінгенім, енді репутация ол жақта енді шоу болды. Және де Қытай еліне ешқандай нем жоқ, обидам жоқ. Өйткені олар маған рахмет айтты, сіз елімізді келіп көрсетіп жатқандарыңызға деп. Енді басында сұрақ болды, ол жалпы Өзбекстанда түсірілген видео. Мен түсінбедім, не үшін оған сала аласыздар дегендей. Бірақ түсіндірулер бойынша сіз Қазақстан азаматшасы ретінде, бұл сіздің, музыканы жайып қоюға бола ма? Короче, жалпы типа Қазақстанның азаматы ретінде сіздің ісіңіз жалпы халықтың ашуын тұрған, резонанс тудырды, халықтың несіне келтірді деген сияқты сөздер болғаннан кейін мен ол штрафты қабылдадым. Және де бір ескерту, өзіме де бір мүмкін сабақ болар деген сияқты айыппұлмен Мгм. келістім енді. Кейде артық Қанша кеткен сомада жерлерім бар. қанша 20 сомада айыппұл? МРП, 20 МРП ол не ғой? 78.000 ғой, 78.000 где-то сондай бірдеңке. Мгм. Тек айыппұлмен Сондай осы болды. сіздің әрекетіңіз айыппұлмен Иә, салынып шешілді, иә? жалпы енді ол видеода барлығы келісіммен болған, салынды, рұқсатпен салынды. Мелкие хулиганство Өзбекстанда түсірген, тем более бір мен түсінер едім, мен айттым, мен камера көрмей біреуге тиіссем болатын еді. Және де мен бір түсінбейтінім, біздің жігіттер тиіспеу, оларында изнасилование, домогательство дейді да, харасмент Мгм. дейді да. Қайдағы харасмент деймін да мен ана видеода. Адамдар настолько, мен қандай бір зорлық, зомбылық вообще басқа нәрсе. Хотя қаншама қыздар бар автобуста сондай неге ұшырап жатқан. Мен ендігі алдағы таңда сол нәрсені видеоға түсіргім келеді. Типа Мгм. автобуста анау жігіттер жаман көзбен қарап, также қанша қыздар зорлап жатқаны бар да. Кейде Мгм. ол менің мысалы комментарийлерді оқып отырып, андай қыздар өздеріңнен көріңдер жігіттер, андай ойнап жатады да, сендер типа повод беріңдер, немесе не только қыздар ғана көре береді деген сияқты ше. На самом деле Мгм. қыздар да көбінесе енді айта алмайды ғой. Бірақ ондай нәрсе өте көп. Ал менің камераға түсіріп тұрғаным бұл бір камерадан бөлек тиісіп біреу жазса мен қабылдайтын едім. Ал камераға түсірілгеннен кейін, ол әзіл пранк видео ретінде болғаннан кейін ә, енді Мгм. енді бірақ Енді сіздің халыққа ойыңызша, қарсы шығармайсың ғой. сіз салынған айыппұлмен жалпы қолданылған әкімшілік жазамен келісесіз бе, жалпы келіспейсіз бе? Жалпы келістім. Сот Келісесіз. маған өте жақсы шешім, ақыл айтты. Сол жаңағы біздің кезіндегі қазақтың қыздары андай
ондай болмаған деген сияқты жігіттердің. Мен енді білмеймін, жаңағы бір айтқым келді, мен енді СНГ әлемдік неге шығып баратқаннан кейін енді иә, Қазақстанның абыройын көтеріп жүрмін, бірақ та енді болашақта ондай әртүрлі форматта түсіремін ғой енді. Также жақсы ғана формат, оны жақсысын ешкім шығармайды ғой. Адамдар білесіз ғой енді, халық хейтқа, сондай жаман видеоға отырып алып комментарий жазуға әуес. Ондай СНГ болғаннан кейін мен андай шектеліп қалғым келмейді да. Маған бүйтіп айт, мен түсірмеймін деген сияқты. Мен допустим жігіттердің қасына барамын, запискамен түсіремін. Даже не касая руки, вот көзбен ақ сындырып, ондай мен ол эмоцияны шығарып бере аламын да, жігіттердің ұялғанын. Негізі көп менің өзім түсірген пранктарымдағы жігіттер жалпы бүйтіп айтады да, олардың мамасы шығады маған, кәдімгі оларға оқырман жиналып кетеді да, ана жігіттерге тауып алып, ана видеоны атқанда даже мамалар шығады, біздің типа мен балам осындай бала түсіргенін ғой, соны дальше продолжениесін түсірші деген сияқты. Андай елдің көзайымы, ана жігіттер жақсы көріп бәрі ше. Және де негізі қарапайым халықтың ойы, ал менің өзімнің үлкен араласатын жалпы бизнесте болсын, блогерлерде болсын, маған ешқашан сенікі әдепсіздік, бұл харасмент немесе осындай типа перебор деген сияқты маған ешқашан тоқтау айтпаған.